осындай үлкен супермаркетке, дүкенге келдік. Қандай дүкен дейсіздер мынау? Қараңыздаршы, ішінде деген керегіңді шертіп тұрып, чөп тұрып, аралап, қарап ала бересіздер. Ал қандай көлік керек? Кетті көрсетейік. Танкі. Танктен көлік те болды көліктен. Ал? Танктен бастайық ендеше. Қазір тағы да басқа да қолжетімді көліктерді көрсетеміз. Мына жақтан. Оған дейін мынау кездескен танкты көріп кетейік. Танк 500 деген 2023 жылғы бағасын білген сен таныстырып айтыр. Бағасы 22 миллион. Жүрісі 12.562 километр жүрген. Қозғалтқышы 3 литр. Толық жетек, автомат. Шанағы бұл внедорожник. Гүлекеңнің бойынан да нен Land Cruiser тұр ғой. Не дейді бұл Land Cruiser? Ой, Land Cruiser деген 2018 жылғы. Бірақ бұлар жаңа сияқты бола береді ғой енді. Жүрісі 71.451 километр жүрген. Қозғалтқышы 4/6 толық жетек. Қорабы автомат. Шанағы внедорожник. Бағасы 43.300.000. Мінекей, бұл деген үлкен салон. Мына жерде банк қызметкерлері деймін отырған. Үшден құжаттарды рәсімдеп, бәрін бітіріп, үшден көлікті мініп кетуге болады. Үлкен салон, автосалон. Енді дүкендеме немене. Күлекен күтіп қалды, барайын тездетіп. Range Rover. 2014 жылғы. Жүрісі 105.044 километр жүрген. Қозғалтқышы 3. Толық жетек, автомат, внедорожник. Бұл бағасы 18.540.000 теңге. Жаңа Range Rover қанша екен білесің бе? Қанша? 95 миллион жаңа Range Rover. Бұл 10 жыл болғанға онда жақсы баға. Онда жақсы да, 18 миллионға да? Иә. Деп ойлаймыз енді. Солай шығар. Хавал деген 22 жылғы. 22 жылғы. Біз кешегі хавалдар жүрдік қой. Иә. Олар жаңа хавалдар да? Иә. Олардың бағасы арзан болған сияқты. Мынау түрі де кішкене көзі бескілеу сияқты. Мынадан арзан болды? Иә, қарашы мынаның бағасын. 22-ге 15 миллион тұрады. Иә, 29. Кешегі видеодан қарасаңыздар болады, ол жерде жаңа хавалдар бар, новый. Иә. Су жаңа жүргілмеген. Өте қолжетімді бағасы. Ол новый хавалдарды кредитпен де алуға болады, 10% алғашқы жарнасында төлеп те алуға болатын. Жаңа хавалдар бар. Осыны алдындағы видеомыздан көрсеңіздер болады. Ол да осы автосалонда, Майкар автосалонында. Қытайдың жаңа джибі ғой, Қытайдың Land Cruiser ғой, яғни Қытайдың 200-ге десең де болады. Ли9. Ал түсі дейтін ерекше екен де? Иә. Әйелдерге арналған түс сияқты. 23 жылғы. Жүрісі де жоқ, 91 километр жүрген тек қана. Так, бұл да не ғой? Тоқ қой. Тоқ, иә. Так, тоқ, иә. Бағасын айтайын, 32.650.000 теңге. 32 миллионның көлігін мінгілеріңіз келсе, осы дөңгелегі Мишен екен. Качественный дөңгелек екен, сапалы. 4 деген қайқтікі өзі? 4 деген Toyota емес пе, Гүлекен? Сен қалайша ұмытып қалдың оны? Басым ауыр. Гүлекен бәрінде өтек істептір, оны сияқтысы. Сендер сөйлетейіндер оңа дейсің. Ал давайте. Toyota RAV4, RAV4 2019 жылғы. Жүрісі 106.631 километр жүрген. Қозғалтқышы 2, бензинмен жүреді. Толық жетек, автомат, шанаға кроссовер, түсі көк. Бағасы 13.460.000 теңге. Бұл несиемен де алуға болады, трейдингпен де ауыстырып алуға болады. Несиемен 10% төлеп алуға болады, жарнасыз да алуға болады. Бұл жердегі Майкарда көліктердің кепілдік бар. Кепілдігі және бар екен. Ал мынау Toyota екен, бұл да RAV4. Бұл 2016 жылғы RAV4. Жүрісі 64.485, бағасы 13.670.000 теңге. Түні бақа қарап тұр. Түсіріп тұр да. Түсірейін ба? Айтайын ба? Түсірейін ба деп. Айтшы. Ане, мынаны көріп қалдың ба? Қайсы? Мынаны түсіріп кетсің бе? Айтайын. Ана бақаға қарап. Ана бақа ғой, мына Porsche. Так, мына Porsche таян ба, қаян ба жат? Сөз тұр ма не? Тауқан ба? Porsche деп айта берсейші. 22 жылға. Иә. 100 миллионның машинасы. 22 жыл болғанмен. Жермен жексен болып отыр асты. Бұл манағы спортивный машина сияқты ғой түрі. Сөйдім, жермен жексен болып бұны қалай мінеді, бас қолсың үстіне 2 адам өтсе, жатып қалмайын одан сайын. Ал айтып өз. Бұл жүрісі 11.694 километр жүрген. Бұл да не екен? Тоқ екен. Тоқпен ба? 50.500.000. Қысылдап жүреді оғанда. Жарайды. Ала бақыға кеттік. Көрсетіп кет. Қап қара бақы екен. Не дейді? Бұл 23 жылға.
Жүрісі 1309 километр жүрген. 95 миллион. 90 жүретін көлік та ғой. Иә. Есіктер бәрі жабық тұрғандар жаманда, осылар. 95 миллион. 95 миллион ба мынау? Иә. Қойшы 95 миллионға дейтін. Қойшы мынаны 1309 километр жүріп тұрған. Ал жаңасы қанша бұны? Мына көріңіз 60 миллион, 65 миллион бақаларын. Осы салонда 60 миллионның новый X6 деген бақа тұр. 60 деп тұр де? 60 миллион, 60 миллион. Ең қымбат 68. Ең нормальдысы 52 миллиондарды көр. Мына не бөле 95 миллион. Бірдеңе бар шығар, бірдеңесі бар шығар. Ал білмедім, көрермендерім, айтып отырыңыз. Бұл неге? 95 миллион. Осыны алдындағы видеоны қарасаңыздар, 60 миллионның новый бақаларын көресіздер. Не, оны түсірген екенбіз ғой, біз 60 миллион новый бақасы бар деп қоямыз. Көрдік тек түсірген жоқ бізде, көрдік. Оны неге түсірдік қой? Шортсқа түсірдік, оны TikTok-тан көре аласыздар. Мынау BMW i4 дейді. 9 миллион, 480. Ал не дейді ол? Айта бер. 22-ші жылғы жүрісі 11180 жүрген. Бұл да манағы тоқпен жүреді. Артқы жетек. Жүріс қоры 604 километр. Бағасы 29 миллион 480 мың теңге. Toyota? Осы Toyota'ны сұраған сияқты. Кім сұрады? Көрермендерің. HR дей ме? Сұраса, ал осы сұраса 2019 жылғы жүрісі 10.017 километр жүрген. Бензинмен жүреді. Қозғалтқышы 2 алдыңғы жетек автомат шана кроссоверге жатады. Түсі көк былай әдемі, иә? Ханымдардың машина сияқты да? Бағасы 13 миллион 685. Жылы қай жылғы дедің? 19. Мәссен болатын сияқты. Мінеке ондай да көліктер бар да, нормальный бағасы. Ал бұл әйелдер мінетін көлікті ойлап тұрмын өзімше. Шап-шағын әппедем тымпиған ғой. Ішімін. Мынау жүк, қазақшасы қоңыз ау деймін осының да? Жүк деген қоңыз емес пе екен? Қазақша айтқан бір. Екен шаршап болған сияқты уже. Шынымен де шаршап тұрмын. Лайктарыңыз басып қойсаңыздар, қолдау білдіріп отырыңыздар, таратып отырыңыздар. Бұл енді 2013 жылғы екен. Жүк базарда көп қой осылар. Бұның бағасы базарда қанша болды? Ұмытып қалды. Бұның бағасы 5 миллион 100 деп тұр. 5 миллион 100 жүрісі 162.264 километр жүріп тастаған. Қозғалтқышы 1.6, алдыңғы жетек автомат шана кроссовер. Қалай бұл көлік өзі саған? Көрмейме, гүлөкін басы чайқат болмайды. Renault Captur дей ма? Ал гүлөкінге сықай деп айтып береді бізге. Менікі түсіру ғой тек. Еңбектің бәрі гүлөкендікі, сондықтан да қолдап отырыңыздар, көрермендерім. Бұл совсем 2016 жылғы екен. Жүрісі 82.384 километр жүрген. Қозғалтқышы 2, толық жетек автомат кроссовер, жасыл түсті, бағасы 6 миллион теңге. Түрде істеп тұрған. Шынымен де ескі Шкодалар ғой, да? Иә. Қазіргі 12 дейді ғой, бұл ескі екен. Бағасы да енді 6 миллион 470 мың теңге дейді. Иә. 126.289 километр жүріп тастаған. Бұның қозғалтқышы 1.8, толық жетек автомат шана кроссовер түсі сұр. Енді 6470 теңгеге білмеймін, қараңыздар. Бағаларын біліп отырсын деп көрсетіп жатқанымыз ғой, көріңіздер. Әртүрлі көліктерді түсіріп жатқанымыз. Негізі манағы нетіп жатырмыз ғой, көрсетіп жатырмыз ғой, бірақ Қытай жаман, Қытай бірдеңе деп жатыр, бірақ қарап тұрсаңыздар, сол адамдардың бәрі сол Қытай жағында жүр, халықтар алып жатқан адам. Осыны алдында видеолардан көре аласыздар. Ал бұл жерде алып жатқан адам жоқ, да? Солай ма? Солай енді қараңыз. Иә. Адам аз сирек. Негізі адам бәрі ана жақ жағында. Чанган, Чери жақтарда жүр бәрі. Әлі арзан. Өтіп отыр әлі. Өтіп тұр. Рәсімдеп отыр жаңа. Еще кредитке көп алып жатыр. Қып-қызыл түске сүйреп алып келді көлікпен. Не дейді? Hyundai Tucson. Осы дұрыс айтты көлікпен. Дұрыс оқыды яғни. Ал айта қойын. Маған көрермендерім айтатын шығар, оқи алмайсың деп. Так, бұл 2018 жылғы Tucson екен. Неге Tucson деп қойған? Тук-тук деп қойған ба? Сен қалай қарайтын, сен соғып қарап отырсың, басқа штаға қарайтын. Соғып қарап, негізі былай тюб қараймын ғой. Тюбкене қазір мықты болып тұр енді мына жерлері. Сосын мініп қарайсың, секіріп қарайсың. Бұл жүрісі 58.087 километр жүріп тастаған. Бензинмен жүреді, қозғалтқышы 2, толық жетек, автомат шана кроссовер түсі, енді қып-қызыл әдемі түс. Бағасы 10 миллион 980 мың теңге. Мен әдемілеп ешіп тұрайын, сіздер маған күшті комментарий жазыңдар, достар. Жақсы сөз жарымыр істеп, күшті сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Әдемілеп бізге лайк басып, таратып қолдап отырыңыздар.
ана жаман сөздер емес, жақсы сөз жазсаңыздар, жақсы сөз жарымырыс дейді. Өздеріңізге жақсы болып қайтып келеді деп қояйын да. Сіздерге де жақсы көліктер алып берсін. Достар, лайктарыңызды аямай, пока-пока. Сау болыңыздар.